Тесік құмыра. Бір қарт адам екі ұшына құмыра ілінген жуан таяқты мойнына асып, бұлақтан үйіне су тасиды екен. Бұл құмыралардың бірінің жанында жарықшақ бар екен. Үйге жеткенше судың жартысы тамшылаумен азайып қалады. Ал екінші құмыра бүтін кемшіліксіз болыпты. Қария үйіне жеткенде бір жарым құмыра суы қалады екен. Бүтін құмыра өз міндетін таза орындағаны үшін қатты тәкаппарланатын көрінеді. Ал жарық құмыра болса қатты ұялып өкінеді екен. Бір жыл өткен соң бір күні тесік құмыра қарияға былай дейді: қатты ыңғайсызданып жүрмін. Бүйірімдегі жарықшақтың кесірінен тасыған судың жартысы үйге жеткенше босқа төгіліп жатыр. Сонда қария күлімсіреп құмыраға былай дейді: сен ештеңені байқамадың ба? Сен жақтағы жолдың түсі гүлдерге толы, ал екінші құмыраның тұсында ешқандай гүл жоқ. Мен о бастан сенің бүйіріңдегі жарықты біліп, сол тарапқа гүлдің тұқымын еккен болатынмын. Және күнде мен су тасығанда сен ол гүлдерді суарып өтесің. 2 жыл болды сол әдемі гүлдерді жинап, үйімді сәндеп жүрмін. Егер де сенің сол тесігің болмағанда, үйімді осыншама көркейтіп, гүлдендіре алмас едім. Бүтін шелектің де еңбегі елеулі, бірақ оның тәкаппарлыққа салынып, сенен артық жұмыс істеп жүрмін деп мақтануы дұрыс емес. Кімнің қандай еңбек етіп жүргенін айналасы бағалайды. Сол еңбегіне қарай құрметтейді. Бейнет түбі зейнет дегендей, жасаған еңбегің, жақсылығың ешқашан ескерусіз, бағалаусыз қалмайды. Оған алаңдаудың еш қажеті жоқ. Мен мынау жұмысты жапырып істеп қойдым деудің өзі тәкаппарлыққа барып соқтырады. Бұл тәмсілден нені байқауға болады? Кез келген уақытта біреуден артықпын, жоғарымын деп кеудеңді қағуға болмайды екен. Сол өзің төмен санап жүрген адамның сенен гөрі көбірек пайда келтіруі мүмкін. Екінші жағынан, кез келген қолайсыздықты есебін таңдап, қолайлы жағдайға ауыстыруға болады. Сол секілді кемшілікті де ізденіп, артықшылыққа айналдыруға мүмкіндік бар.